Сәлем достар, қазір сіздерге осы видеоның жасалу жолын және жалпы видеоны қалай 3D эффектте анимацияға қоюға болатынын көрсететін боламын. Ал сіздерден сұрайтыным, дәл қазір ұмытпай, төменде көрсетілген подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Әдеттегідей, копия приложениесіне кіреміз, новый проектке басамыз, алдын ала дайындап алған видеомызды добавить деп қосып аламыз. Енді бұл видеоның ары-бері мына сызықшамен жылжытып отырып, артық жерін видеоның үстінен басып тұрып, астында разделить деген жазуды басып, астында разделитке басамызда, осы бөлімін, яғни қажет емес бөлімді удалить етіп тастаймыз. Және де соңындағы мынау приложениенің өзінің белгісінде үстінен басып тұрып, астында удалить деп өшіріп тастаймыз. Енді осы видеоны үстінен басып тұрып, астында функцияларға кіретін болсақ, копировать деген бар. Мінекей, копировайтты басамызда, енді төменде функцияларға қайта қарасақ, екі айқасқан стрелкамен наложение деген жазу тұр, соны басасыздар. Бұл копировать еткен видеомыз наложение ретінде астына түсіп отыр. Оны тура сол бірінші видеоның үстіне жылжытып қойып аламыз. Енді астында наложение ретінде жалғаған видеоның үстін басып тұрып, төмендегі анимация функциясына кіреміз. Анимацияда үш түрлі мүмкіндік береді, біз комбо деген соңғысына кіреміз. Енді осы комбоның ішінде әртүрлі 3D эффекттер бар. Былай жылжытып отырсаңыздар, мінекей. Осылай. Өз үстінде 3D деп жазылып тұр. Қалаған эффектіңізге 3D қылып қойсаңыз болады. Басқандай да эффекттер таңдауыңызға болады. Және мына ең төмен жағында сары болып көрініп тұр. Бұл сіздің бұл эффектіңіздің видеоңыздың жылдамдығын, тез шыққанын, жай шыққанын өзіңіз белгілейсіз. Мінекей. Міне осыны таңдап қойдық. Енді қараңыздар. Бірінші тұрған фотомызды кішкене үстінен басып тұрып, астында затемнение деген бар, соны бассаңыздар. Мынаны былай сәл темный қылдырып қойсаңыз болады. Видеоңыз кішкене басқашалау болып, ерекшеленіп шығу үшін. Наложениенің көлемін саусағыңызбен үстінен басып тұрып, әртүрлі қалаған көлемде өзгерте аласыз. Енді осы 3D эффектке, бұл негізі суретке қоюға арналған эффекттер, 3D эффекттер, біз оны амалдап қалай жазуға қоюға болады, соны көрсетейін. Алдын ала жазуыңызды дайындап аласыз. Ол жазуыңызды сіз Инстаграмда жасыл түспен заливка жасап дайындайсыз. Ол жазуыңызды Инстаграмда солай жазып алып, сохранить етіп қоясыз да. И осы видеоның астына қазір наложениемен қоямыз. Добавить наложение, фотоға өтіп, мінекей, сәтті күн болсын, добавить. Енді бұл суреттің артындағы жасыл фонды алдында сіздерге түсіндіргенмін. Өткен сабақтарда хрома кеймен именно жасыл түсін шығарып алып, интенсивності белгілеп, тартып жерсек, арты кетеді. Осылай белгілеп аламыз. И мына жерден назад шығайық. Осының үстін басып тұрып, анимацияға кіреміз. Жаңағы комбоға барамыз. 3D эффекттерге іздеп тауып алайық. Міне, қараңыздар, осы 3D эффекттерді қалағаныңызды қойсаңыз болады. Және қалаған жеріңізге. Міне, осылай жазуды да 3D эффектке қойып жазсаңыздар болады, достар. Видео сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде ұмытпай менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.